Әрбір видеограф съемка алдында сәл болса да қобалжиды. Тәжірибелісі оны жауапкершілікке алмастырып, натуре дайындалады. Ал тәжірибесізі оны сезінбей, съемка кезінде жестко тупить етеді. Осы шығарылымда съемкаға дайын болып барудың бір құпиясын ашамыз. Бірге бол. Видеограф-мобилограф. Бәрімізді әдем видео түсіргенді қат жақсы көреміз. И ол үшін ақша төлесе, вообще супер. Ал көптеген видеограф-мобилографтар мына қателік жасайды. Соның кесірінен съемка кезінде тупить етіп, мандыра ұстап жатады. Ал енді тәжірибелі, грамотный видеографтардың құпиясын айтайын. Құпияны білу үшін келдіңіздер ма? Жетістіктің құпиясы жоқ, просто надо пахать 365 күн подряд. Іздену керек. Ал енді в деле келетін болсақ, Google-ға кіресіздер, бесплатный стоки деп жазасыздар, өзіңізге қажетті кадрларды сақтап аласыздар, и соны қайталайсыздар. Все. А? Түсінбедім. Не твой уровень, дорогой. Біз съемкаға шықпас алдын примерно өз миымызда не түсіретінімізді білеміз ғой. Сол сияқты біздің примерімізде ер адамның битқа, рэпқа кочевый муды. Біз оған дайын болу үшін, алдын ала не түсіретінімізді, қандай кадр алатынымызды білу үшін Google-ға бесплатный стоки деп жазамыз. Ондағы шыққан сайттар Pixabay болсын, Pexels.com болсын, барлығының ішіне кіріп поисковиктеріне мужчина, рэп, кач, бит деп іздей саламыз. Ключевой сөздердің кесірінен сіз өзіңізге қажетті кадрларды таңдап аласыз. Мысалы, 5-6 примерімізде таңдап алған кадрлар осы. Ал шыққан нәтижесі осы. Басты қағида скрин немесе загрузка жасап алып, съемка кезінде қайталау. Бұл творчество. Қайталаудан қорықпа. И маңыздысы просто өзіңнің стиліңді де қосуды ұмытпа. Қарапайым осы нәрсе. Сіздерге қарапайым құпияны аштық. Пайдалы болды деген үміттеміз. Және біз любой жерде бармыз. TikTok, Instagram, любой. Махаббатыңды съемкаға ашып, одан ақша табуыңа көмектесе аламыз. Және соңында кет, бар, ұш. Жолың болсын, филммейкер.